Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз ас содасына арналады. Ас содасының денсаулыққа пайдасы және зияны туралы айтып өтеміз. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Ас содасы талай жылдан бері ас үйі мен үй шаруасында белсенді қолданылады. Оның медицина саласында туберкулезге қарсы препараттар, антибиотиктер, екпеге арналған ерітінділер жасауда қолданылатыны жасырын емес. Ас содасының әуелге үлкен пайдаларының бірі ол иммунитетімізді едәуір көтеріп, вирустар мен бактериялардың көбеюіне тосқауыл қояды. Өз клеткаларымыздан ракқа қарсы тұрып, оны алдын алу қорғайды. Өз кезегінде ас содасының қалай, қайтып және қаншалықты пайдалануды білмесеңіз, ағзаңызды ауыр кеселге ұшыратып алуыңыз әбден ақ мүмкін. Сондықтан белгілі бір маманның кеңесіне жүгінген дұрыс болады. Сонымен ас содасын қалай қолданамыз? Сүтке араластырылған соданың дәмі бала кезіңізден бәрімізге таныс. Бұл қоспа әлі күнге дейін жөтел кезінде сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық соданы қайнаған сүтке қосып, ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, оларға жөтел кезінде сода ерітіндісінен жасалған ингаляция, яғни тамақ булау көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Тамағымыздың ауруына сода ерітіндісі ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып, 1 стакан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұруыңыз керек. Сонда тамағыңыздың шырышты қабағын суландырып, тамақ қышуын тоқтатады. Конъюнктивит кезінде көзіңізді жиі сода ерітіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бір ескерте кететін жайт, бір мақтаны тек 1 рет қолданыңыз. Сода медицинада баяғыдан бері аритмияға қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Гипертония кезінде де өте пайдалы. Ағзадағы сұйықтық пен тұзды шығарып, артериялық қысымды төмендетеді. Соданы шай қасықтың жартысына салып, дәріңізбен бірге тұтыныңыз. Қоғамдық көліктерде басыңыз айналып құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада сода ерітіндісін жағып байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып көп қаныңызды жоғалтқанда немесе бір нәрседен уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ерітіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайындау жолы өте қарапайым. 1 шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды алып, 1 литр қайнаған суға салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған соң, әр 5 минут сайын тұтыныңыз. Аузыңызды содамен шаю арқылы тіс ауруларынан аман қаласыз. Ыстық сода ерітіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет аузыңызды шаюды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сонда сізге тіс дәрігеріне қаралудың да қажеті болмайды. Сонымен қатар сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безеулерден құтқарады. Сода тіс пастасының да орнын ауыстыра алады. Оны мақтаға малып алып, тісіңіздегі тат кеткенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесіне көзіңіз жетеді. Сода ерітіндісі құрт құмырсқа, шыбын шіркей шаққан жерлерде тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет шақсаңыз, орны да қалмайды. Және жараның аузына микроб түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні, кешке содамен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырыңыз. Содан кейін 15 минут аяғыңызды суға салып уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Сонымен ас содасының көмегімен қалай арықтауға болады? Соданы сыртқы әдіспен қолдануға үй жағдайында жасалған ванналарды, скрабтарды жатқызамыз. Артық салмақпен күресуде сода қосылған ванналар кең таралған. Себебі оның майды ыдырататын қасиеті бар. Бұндай ванналар адамды терлетеді, тері бездерін ашады және ағзадағы токсиндерді, май қалдықтарын, шлактарды артық суды шығарады. Тыныштандыратын, демалдыратын қасиетке де ие. Ваннаға түсіп шыққаннан соң артық салмақтан арылып қана қоймайсыз. Сонымен бірге денеңізді жұмсартып, серігіп қаласыз. Ескерте кететін жайт, ас содасын іше бастау үшін алдымен оның мөлшері пышақтың ұшындай ғана болуы керек. Сосын оның мөлшерін біртіндеп ұлғайта бастайсыз.
Профилактика үшін аптасына бір рет кішкентай қасықтың жартысындай ғана соданы бір стакан суда ертіп ішіңіз. Ал емдік түрде қолдану үшін бір шай қасық соданы суда ертесіз. Жиілігін және әдісін дәрігер өзі таңдайды. Сонымен бірінші тәсіл, ас содасын жай ғана ауызға салып сумен жұтуға болады. Бұндай әдіс бәріне бірдей жақпауы мүмкін. Егер де жұта алмасаңыз, онда екінші тәсілді байқап көреміз. Ас содасын қайнатылған суда ертесіз, су ыстық болуы керек, бірақ қайнаған емес, қатты қайнақ емес. Сізге қажет температура 50 градустан 90 градусқа дейін. Дұрыс температура таңдағаныңыздың бір белгісі, сода салғанда су быжылдай бастайды. Бұл процестің үстінде көмір қышқыл газы бөлінеді. Ол соданың дұрыс сіңіруіне көмектеседі. Судың суығаны күтіп, оны кішкентай жұттыммен ішуге болады. Аш қарынға ас содамен суды ішу. 250 мл су, 0,5 кішкентай қасық сода. 7-14 күн қолданамыз. 14 күн үзіліс жасағаннан кейін курс жалғастырылады. Компоненттерді күніне неше рет тамақтансаңыз, сонша бөлесіз және араластырасыз. Тамаққа дейін 1 сағат бұрын кішкентай мөлшермен ішеміз. Екінші әдіске келсек, 2-1 бөлікте кішкентай қасық сода, 50 мл ыстық су, 450 мл жылы су. Соданы ыстық суда ерітіп, оған барлық жылы суды қосасыз. Таңертең аш қарынға бірден түгел порциясын ішеміз. Аптасына 2 рет қолданасыз. Бұл курстың белгілі бір стандарты жоқ, сондықтан ағзаңызға қажет болғанға дейін іше беруіңізге болады. Ас содасы мен сүт. Сүттің құрамында пайдалы элементтер өте көп. Калий, фосфор, кальций, А витамині. Сүт соданың агрессиялылығын басады. 200 мл сүт, 1 шай қасық сода. Сүтті 80-90 градусқа дейін қыздырып, оған кішігірім сода қосамыз және араластырамыз. Тамақтанғаннан соң 2 сағаттан кейін кішкентай жұттыммен ішесіз. 14 күн қолданғаннан кейін 14 күн үзіліс жасайсыз. Айранға қосылған сода. Бірінші әдісі 1% майлылығы бар 200 мл айранға 2-1 шай қасық сода, 4-1 кішкентай қасық корица, 2-1 шай қасық имбир қосамыз. Ас көк, күнзе, балдыр көк қоссаңыз да болады. Бәрін араластырып болғаннан соң бірден ішу керек. Аз мөлшермен ішеміз. Айраннан жасалған коктейлді күн сайын кешке астың орнына ұйқыға жатар алдында 2 сағат бұрын ішуге де болады. Арықтататын сода қосылған ванна. Сода ертіндісі қосылған комплекстік ванна қабылдағанда ағзадан токсиндер, радионуклеидтер шығарылады. Дәл осы заттар жасушаларды бітеп, ағзада майдың жиналуына септігін көрсетеді. Организм тазарғаннан кейін зат айналымы, лимфа жүйе тез жұмыс істей бастайды. Қаласаңыз хош иісті майлар, мысалға цитрусты майлар қосуыңызға болады. Олар май алмасуын реттейді. Сода қосылған кез келген ваннаны күніне 1 рет қабылдауға болады. 2 апта бойы ұйқыға жатар алдында осылай шомылғаннан кейін 1 ай демалыңыз. Сода қосылған ваннаның қарсы көрсетілімдерінің оны ішіндегіден еш айырмасы жоқ. Судың температурасы 38 градустан жоғары болмауы керек. Ең дұрыс температура 36-37 градус. Егер де бойыңызда әлсіздік сезінсеңіз, немесе кардио жаттығулар жасасаңыз, температураны 30-36 градусқа дейін төмендетуіңізге болады. Шомылғаннан кейін жылы киініп, жақсылап көрпеге оранып тынығып алыңыз. 3 күн ішінде ас содасымен қалай арықтауға болады? Сода арқылы арықтау жүйелі комплекс. Сода қосылған сусынды жүйелі түрде ішу керек. Әр курс 14 күннен тұрады. Сода қосылған ваннаға 1 рет түскеннің өзінде 200 грамм артық салмақ тастасаңыз, бір курстың ішінде бұл көрсеткіш 2-2,5 килограммға дейін жетеді. Комплекске сай қуырылған, тәтті, тұзды, ұннан жасалған тамақтардан бас тартып, ішімдік ішпеңіз. Әрине, спортпен айналысуды да ұмытпағаныңыз жөн. Сода ағзадан токсиндерді шығарғанымен, сіздің еңбегіңізсіз килограммдар өздігімен кетпейді.
3 күннің ішінде ондаған килограмм артық салмақ тастай алмасаңыз да, бұл арықтауға жасаған алғашқы нық қадамыңыз болары хақ. Айта кететін жайт, ас содасын пайдаланғанда оның әкелері мол пайдасы мен зиянында бар екен ұмытпаған жөн. Ұнтақ түріндегі ас содасында сұйық түріне қарағанда сілтілік қасиеті көп. Ұзақ уақыт термен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ ас содасы көзге түссе немесе искелеген болса, күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақпен ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Соңғы кездері дәрігерлер асқазан қыжылы кезінде сода араластырып сұйықтық іше бермеуге кеңес береді. Өйткені бұл да жанама әсер етуі мүмкін. Бұл өз кезегінде қышқыл рикошет деген атау алып, біріншіден көмір қышқыл газын көп бөліп асқазанның кебуіне әкеледі. Ал екіншіден асқазанда одан бетер қышқыл пайда болуына ықпал етеді. Ас содасының жалпы қасиеттерін жақсы біліп, дәрігер мамандарымен кеңесе отырып, мөлшерімен қолданған адамның денсаулығына зиянынан гөрі пайдасы көбірек тиеді.